Қолыңыздағы сатылымды арттыратын каналды сіз дұрыс пайдаланып жүрсіз бе? Иә, ол WhatsApp. WhatsApp мессенджер осылай көрінеді, ал WhatsApp бизнестің артықшылықтары 2-3 есе. Енді қараймыз, WhatsApp бизнесті сіздер фоннан бастап сфера деятельности, каталог, өздеріңіздің компанияларыңыз жайлы ақпараттарды, жұмыс уақыттарыңызды, мекен жай, сайт болатын болса, соның барлығын қоя аласыздар. Оны қалай жасаймыз? WhatsApp бизнестарыңызды ашып, настройки бөліміне кіресіздер. Мінекей алтын ай деп тұрған сіздердің жайлы информация, осының үстін басасыздар. Название компании деген жерге сіздер игрушный магазин болса, менде мысалы игрушный магазин, соны енгізіп, продолжить деп сохранить деген батырманы басамыз. Ол сізде мүмкін косметика сататын магазин болуы мүмкін, немесе басқа да магазиндер. Вот соның үстін басасыздар. Одан кейін артына фон, мына жаққа логотипті қойсаңыздар болады. Логотиптің үстін басып, вот выбрать фото деп галереяңыздан алдын ала дайындалған аватарыңызды алып келіп қоясыз. Выбрать дейміз. И осылай міне аватарымыз қойылды. Енді артындағы фон мынау фотоаппараттың үстін басып, тоже выбрать фото деп артына сіздер фон ретінде осылай магазин игрушек или магазин бірдеңе деген сияқты өздеріңіздің артықшылықтарыңызды мысалы жазып қойсаңыздар болады. Ол осылай көрініп тұрады. Әдемі болып, байқасаңыздар, логотиптің артына түсіп қалмасын деп жоғары жасап қойдым мен. Одан кейін мына жерден описание компании деген жерге сіздердің артықшылықтарыңызды көрсетсеңіздер болады. Сіздер немен айналысасыздар, қаншама жыл болды деген, мысалы детский массажбен айналысаңыз, опыт более 10 лет деген сияқты өздеріңіздің, яғни сізге ғана жазылу үшін жазып қойсаңыздар болады. Мен мысалы жаққа бесплатная доставка по городу Алматы, Қосшы деген, Астана деген сияқты жазып қойдым. И сохранить дейсіздер. Одан кейін часы работы. Бұл жақта круглосуточно істесеңіздер, вот открыто всегда десеңіздер болады, немесе только по записи дегенде өздеріңізден таңдайсыздар. Потом адресіңізді белгілейсіз, почта болса почта, веб-сайт болса веб-сайт. Мына каталогыңыз и Facebook и Instagram аккаунттарыңыз тұрады. Яғни сіздер біріктіресіздер ғой парақшаларыңыз, сол кезде осылай Instagram аккаунттарыңыз автоматтан шығып тұрады. Ал каталог бөліміне кірсеңіздер, инструменты для бизнесовтың ішінде, осылай каталогқа запрос тастап, сіздерге одобрение берілгеннен кейін ол профильде шығып тұрады. Мынандай короткая ссылка деген бар, копировать етіп, сіздер оны рекламаға, басқа да жерлерге қойсаңыздар болады. Ал QR-кодты көрсету арқылы сіз номеріңіз теріп жатпай, сразу өтсін десеңіздер, сканерлеу арқылы осыны көрсетсеңіздер болады. Потом мне короткая ссылка, приветственное сообщение деген бар инструменттің ішінде. Ол приветственное сообщениені қоссаңыздар, вот получатели все деген бар, немесе новый. Например, сізге біреуге жазған кезде сразу жазады, сізге чем мы можем вам помочь деп. Сол сияқты осы жақтан жасайсыздар оны. Ал отправлять нет на месте деген тоже қоссаңыздар болады, в нерабочее время деп қойып, яғни сізге біреу сәлеметсіз бе, тапсырыс берейін деп едім деп түнім руаңда жазса, вот мы свяжемся с вами в ближайшее время дегендей смс ол кісіге келіп тұрады. Яғни ол кісінің де көңілі тыныш, сіздің де көңіліңіз тыныш дегендей. И быстрые ответы, вот ярлыки деген бөлімдері де бар бұл жақта. Вот инструменттардың арасында бұның барлығы. Енді сіздер, мысалы сізге біреу WhatsApp-тан жазды, ол кісі заказ берді, солға қаратай тартып, еще деген батырманы басасыздар да, мына жерден ярлыки деген арасында, вот завершенный заказ, новый клиент, ожидающий платеж деген сияқты жасап, мінекей завершенный заказ. Егер ол кісі пайдаланып сізден қызметіңіз сатып алса, осылай завершенный заказ деп қойсаңыздар, белгілі болып тұрады. Осылай клиенттеріңізді сортировать етіп, сізге жеңіл қайта-қайта чаттарына кіріп, тексеріп жатпайсыз, осылай ярлықтарды жасап қойсаңыз жеңіл болады. Жалпы осылай, бұл да бір продающий канал, жақсылап пайдаланып бизнестарыңызды дөңгелете беріңіздер.